Енді Нұртай Салихұлы, көп рахмет келгеніңізге. Шын мәнінде мен кезінде Төлөкөбдік мектебінде оқығам. Ол мектеп құрылысына тоқтаған кезде сіз көмектескен болатынсыз. Мен сол кезде ол мектеп оқушы болғам. Сол себепті есте қалып, енді сізге деген сенім бізде қалыптасқан. Соған байланысты міне халық келіп отыр, сенім болғандықтан біз де келіп отырмыз. Енді бірінші сұрақ, сіз өзіңіз айтып отырсыз, өңірлік даму деп отырсыз. Өңірлік даму бойынша Шар қаласының бюджеті 4-ші уровеньға жатады. А 4-ші уровендік бюджет дегеніміз не? Ол бюджет сельского округа. Енді Шар қала қалай қала болып дамиды, егер оның бюджеті ауылдың бюджетімен тең болса. Енді 30 жыл дамымай отырғанымызда осы себеп. Мысалы 700-дей темір жолшы мұнда жұмыс істейді. 700-дей. Қаншама ондаған компания осы Шар қаласында бар. Бүкіл налог райцентрға кетіп отыр. Корпоративный, подоходный деген мықты налогтардың бәрі. Сіздер кезінде 4-ші уровендік шығардыңыз, өзі шақ уровень болды, сол 4-ші уровень жаңағы ауылдарға біраз поддержка болсын деп. Біз ешқай уровеньға кірмей, ең ақырда міне 4-ші уровеньға келіп отырмыз. Енді әрине ол деген біздің салық өзіміз көрмесек, бәрі райцентрға кетсе, ол деген бір үлкен сұрақтар туындайды. Одан кейін алатын болсақ, нет программы развития малых городов. Мысалы, моногородтарға развитие бар программа. Ауыл ел бесігі деген бар. Біз ауылға кірмейміз, не моногородқа кірмейміз. Біз сияқты малый город қазіргі бойынша, Қазақстан бойынша 13 малый город на грани упразднения. Соның қатарында біз Шар қаласы тұрмыз. Не себеп? Өйткені жаңағы бюджет салық түспейді. Біздің бюджет осы жұмыстағы істейтін адамдардың бәрі 10% ай сайын төлеп отырған, бәрі жан-жаққа кетеді, Шарға емес. Әрине ол дұрыс емес. Корпоративный налогтың бәрі, мықты-мықты налогтардың бәрі жан-жаққа кетеді. Акциз бар, анау дегендей. Сол себепті да программа развития малых городов деп специально бір программа болса екен. Өйткені біз 25% ештеңе алып отырған жоқпыз. Біз НТ-ға барған кезде как городские барамыз. Алатын болсақ. Мына жерде ауыл ел бесігі деп неге келеді ғой, көшіп келгендер, нелер специалисттер ешқайсысы 25% зарплата қосылмайды. Мы все городские. А қаланың түрі мынау.